Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеода біз тамақ ауруының негізгі себептері жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан қызықты ақпаратты жіберіп алмай, видеоны соңына дейін көріңіздер. Қазіргіде ауа райы салқын күнде тамақтың қабынуы жиі кездеседі. Емделіп енді жазылсаңыз 2-3 күн қайта ауруы мүмкін. Тамақ ауруы жанды аурулардың бірі деуге болады. Сондықтан тамақ ауруының негізгі себептері мен емделу жолдарын назарларыңызға ұсынамыз. Достар, 10 мың оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдын ала рахмет айтамыз. Тамақ қабынуын басатын ем түрі көп. Бүгінде дәріханаларда неше түрлі дәрілер бар. Алайда, олардың кез келген пайдалану тамақтың ауруын басқанымен жалпы денсаулығыңызға зиянын тигізуі мүмкін. Сондықтан дәрігерге көрініп, өз жай-күйіңізге лайықтысын, қолайлысын ғана қабылданғаныңыз дұрыс болады. Ауру сезімін басуға көбіне ацетаминофен, ибупрофен сияқты дәрілер де қолданады. Тұмауратып салқын тиіп немесе қызылша, қызамық сияқты инфекциялық кеселдермен ауырып дене қызуы көтеріліп жүрген бөбектер мен жеткіншектерге аспирин ішкізуге болмайды. Мұндайда сырқаттың ауыр өмірге тікелей қатерлі неврологиялық дертке ұласып кетуі мүмкін. Негізгі себептері: ылғалды салқын ауамен ауыз арқылы тыныстау, шылым шегу немесе біреудің тартқан темекісінің түтінін жұту, химиялық қоспалар араласқан ауамен демалу, асқазан қышқылының өңешке келуі, баспа, яғни ангина мен тағы басқа инфекциялар. Емдік шаралары: бірінші, тамағыңызды тұзды сумен шайыңыз. Бұл ауруды басады. Ол үшін 1 стакан суға 1 шай қасық тұзды салып ерітесіз. Екінші, бөлмедегі ауа құрғап кетпесін. Үйіңізге ауа ылғалдандырғыш қондырғы алыңыз. Бұл әсіресе жылу жүйесі іске қосылған қыс мезгілінде өте пайдалы. Өйткені жылу ауаны құрғатып жібереді де тыныс жолыңызда тамақтың шырышты қабығында қабыну туғызады. Оның үстіне құрғақ ауамен демалу тамақтың ауруын одан әрі асқындыруы ықтимал. Үшінші, темекі түтінінен қашыңыз. Тамағыңыз ауырды дегенше темекі шегесіз бе? Шекпейсіз бе? Шылымның түтінінен қашыңыз. Себебі олар тыныс жүйеңізді қабынуға ұшыратады. Никотин тамақты жай қабындырып қана қоймай, қатерлі ісікке айналдырып жіберуі ғажап емес. Төртінші, суды көбірек ішіңіз. Тәніңізде неғұрлым су мол болса, тамағыңыз соғұрлым сирек ауыратын болады. Қыста шайды көп ішкен зияны жоқ. Қою тамақтың алдында 1 кесе және түнгі ұйқының алдында 1 кесе су ішуді әдетке айналдырыңыз. Бесінші, мұрынмен демалыңыз. Мұрын бітеліп, ауызбен демалу тамақты құрғатып, қабынуға алып келеді. Сол себепті тамағыңыз сау болсын десеңіз, алдымен мұрынның саулығын қамтамасыз етіңіз. Тұмауратсаңыз тез арада асқындырмай емделіңіз. Алтыншы, жұмсартқыш тыныштандырғыш ем-дом қолданыңыз. Қабынған тамақты жұмсартып, ауруын таратуға бал қосылған шай бірден-бір ем. Сонымен қатар альтей өсімдігінің тамырынан қайнатылған шайда бұл мақсатта аса шипалы. Альтейдің тамырын дәріханадан алуға болады. Жетінші, емге ұқыпты қараңыз. Антибиотик қабылдаған 2-3 күннің ішінде-ақ сырқаттан айығып кеткендей болсаңыз да, емді белгіленген курсына дейін тоқтатпаңыз. Әдетте емнің бір курсы 10 күн. Инфекциядан ұқыпты емделмесеңіз, сырқат жүрекке шабады. Тамағыңыз ұдайы ауыра берген жағдайда міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Есіңізде болсын, тамақтың ауруына стрептокок инфекциясы да себепкер болады. Оның белгілері: тамақ ауырады, дене қызуы көтеріледі, бадам бездер ақтаңдақтанады. Жұтыну қиындап, мойындағы лимфа түйіндер ұлғаяды. Бұл стрептокок инфекциясын вирусты инфекциядан ажырату оңай емес. Бұл тек зертханалық жолмен ғана анықталады. Атап айтқанда, сырқаттың қаны мен тамағынан алынған шырышты жұғын сараптамадан өткізіледі. Шырышты жұғын ауру қоздырғыштары бірден білінбей, оған бірнеше сараптама жасауға тура келеді. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің оп-оңай болмашы әрекетіңіз бізді жаңа әрі пайдалы видео шығаруға шабыттандырады. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетіңіз. Аман сау болыңыздар.